ауылдың қандай екенін білгің келсе, сол ауылдың ақсақалын қара дейді. Мен сол жерде киноға түсіп жүргенде сұрадым, мына ауылда үлкен ақсақал бар ма деп, сөйтіп едім, 100-ге келген ақсақал бар деді. Бәрекелді. Сол мен айттым, жанымдағы өзіммен бірге әріптестерім жүрген. Соларға айттым, қолдарың бос па? Сәлем бір қатайық. Барып сәлем берейік үлкенге. Қазақтың жолы ғой. Ақсақалдың батасын алайық, мен сол батамен өскенмін деп. Содан бір Жеңіс деген баламыз бар, тағы бір 2-3 жігітті мен алып бардым жаңағы үйге. Ақсақал отыр екен. Барып амандастық, ассалаумағалейкум, уағалейкум салам, ал төрлетіңдер деді. Ой, айналайын, Бекжансың ба деді. Бірден атымды айтты. Кел төрлет. Сенің орның төр балам, кел. Деді, содан жағы жанына қатар жайғастық. Жайғасқаннан кейін ақсақал жағы сұрап атыр менен. Малжан, ел жұртың аман ба, қай жерденсің? Содан жағы ұят болмасын қауысты ғой. Әлгі жаныңда жүретін Айгүлдің баласы ана. Сол Айгүлдің өз баласы ма? Деп. Жоқ, ол менің балам дедім. Немереңді ойнайтын деді. Менің балам деді. Мағжан деп атын айтып жатыр. Солай ма? Оны көп жағы Айгүлдің баласы деп біз жүрдік деп. Содан, жігіт болған шығар деді. Содан айттым, жігіт болды аға, 24-ке келді дедім. Айналайын, жақсы. Үйленді ма деді. Жоқ, әлі үйленген жоқ дедім. Енді бір жақсы иманды, ибалы бір келін жолғысын әкім. Тек жетімнен қыз алма деді. Ананы естіген кезде мен кәдімгідей бір түрлі болып қалдым. Енді түрлі тағдыр болады ғой деп. Бірақ сөзімді іркіп қала алған жоқпын. Ақсақалға айттым. Ақсақал, енді қазақта тағдыр деген толғақты түйін бар. Астарын үңіліп қарасаңыз тереңіне тартып алып кетеді. Көгденен көңіл ойға да, қырға да сабылдырады. Бүкіл ғұмырың тізгіні сол жалғыз ауыз сөзде тұр ғой деген кезде күлді. Сен анау орағытып әртіссің ғой, алыстан алып келе жатқаннан түсіндім балам. Жетім деп балам әке шешесі жоқ адамды айтпайды деді. Жетім деп тәрбиесіз өскен жетесіз айтады балам деді. Жетім деп кімді айтады деді. Сасып қалдым. Жетім деп сөйтіп едім. Құлдықта жүрген ер жетім балам. Ел қонбаса жер жетім. Хакім адал болмаса бұқара байтақ ел жетім. Бағы тайған би жетім, қатынсыз қалған үй жетім. Қырға шықса белім деп, ойға түссе дүзем деп, келіменен балаға қонақ болар шағында, басымнан бағын кеткен соң кемпірменен шал жетім дейді. Мына мен жетіммін деді. Жоқ, айналайын, мен енді балаларым бар ғой, қатарым кеткеннен кейін жетім емей кімім мен деді. Жетім деп соны айтады балам. Мен сенің не айтайын дегенін түсіндім деді. Менің жүрегім толқып кетті. Апырай, әлі де бар екен ғой бізде ақсақалдар, айтатын адамдар бар екен ғой деп. Тағы бір алшы.